Құрметті оқытушылар, студенттер және университет қызметкерлері, сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Конституция халықтың бірлігін, қоғамдық және рухани келісімінің нығайтып, егемендік пен саяси тұлақтылықтың кепіліне айналды. Жылдан жылға біздің басты тәуелсіздігіміз, бірлігіміз нығая берсін. Әр шаңыраққа құт береке, ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын. Жаңғырхан университетінің барлық ұжымына табыс тілеймін. Қазақстан дербес ел болғаннан кейін, онда тұратын халықтардың, еңбек ететін азаматтардың барлық қатынасы негізгі заңдылықпен реттеледі. Ол заңдылықтың негізі болып біздің еліміздің конституциясы. Конституция бізге осы Қазақстанда тұрған барлық халықтардың еңбек етуге, бір-біріменен қатынасын реттеуге, енді мына студент оқу орындарында жұмыс жасайтын студенттер мен мұғалімдерге олардың еңбек етуге, жағдай жасауға, жақсы білім алуға, құқықтарының барлығын реттейді. Барлық осы университет ұжымын Конституция күнімен құттықтай отырып, осы Конституцияның негізінде жақсы еңбек етіп, жақсы жетістіктерге жетуге шақырамын. Құрметті Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің профессор оқытушылары, білім алушылар, сіздерді төл мерекеміз Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Атаңыз аңымыз біздің халқымызға сапалы білім алуға, сапалы өмір сүруге кепілдік береді. Барлығыңызға денсаулық, басталып отырған жаңа оқу жылында білім алушыларға сапалы білім алуға, өмірлеріңіздің мәнді де сәнді болып өтуіне тілектеспін. Поздравляю всех наших коллег, весь коллектив нашего славного университета имени Жаңғырхана с Днем Конституции. Желаю всем здоровья, счастья, творческих успехов. Мен Жанғожиев Мақсат Шенгерейұлы Польша елінен сәлем жолдаймын. Бүгінгі таңда экономика университетінде болашақ бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтіп жатыр. Сіздерді елімізде аталып жатқан Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймын. Ел болашағы жарқын болып өркендей берсін. Отбасыларыңыз аман болып, еңбекте толағай табыстарға жете беріңіздер.